Ассалаумағалейкум достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер 15-12 көлемді 6 бөлмелі үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бірінші бізде кіреберіс. Оның көлемі 2,20-2. Келесі бізде жуынатын бөлме. Оның көлемі 4,20-2. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 4,20-3. Келесі бізде дәліз. Оның көлемі 2,20-3,40. Келесі бізде бірінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,4. Келесі бізде екінші жатын бөлме. Оның көлемі 4,3. Келесі кезекте бізде холл. Оның көлемі 6,80-4,20. Келесі бізде зал. Залдың көлемі 6,80-4. Келесі бізде үшінші жатын бөлме. Оның көлемі 3,30-4. Және бізде соңғы жатын бөлме. Оның да көлемі 3,30-4. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Және де видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де бір айта кететіндігі, үйдің негізгі қабырғалары 40 см және бөлме аралық қабырғалары 20 см.